Бәріне сәлем. Қораптағы блины қандай болады? Менімен бірге жүріңіздер, сіздерге де көрсетейін. Жанынан ашылған жерге келдік. Әртүрлі сусындар және алдын ала тапсырыспен блины да пісіреді. Мәзірді көріп шығып, әртүрлісін тапсырыс бердім. 15 минут тапсырысымызды күткенше компоттың ішейін. Салқын, дәмі үйдегі дайындайтын компоттарға ұқсайды. Сыртында жазғаланы және ішінде бірнеше отыратын орын бар. Бірінші тапсырыс бергенім блины роллы. Бір қорабында 8 тал және 8 әртүрлі дәмі бар. Бір осындай қораптың бағасы 800 бен 1000 теңгенің арасында. Ешқандай қоспасыз блины және творог тапсырыс берсеңіздер болады, және 3 әртүрлі начинкасымен болады. Мысалы, бұл жеп көргенім шоколадный, ішіне банан қосылған. Өте дәмді. Ал бұл там қурай қосылған түрі. Негізі компотқа қарағанда блины мен чай жақсы өтеді. Мен киви қосылған жасыл шай алдым. Алматының суық күндерінде жылынып отырып блины жегенге не жетсін. Және соңғысы құлпынай қосылған түрі. Барлығы өте дәмді, алуға кеңес беремін. Келесі мәзірдегі бұл қораптағы блины. Шық етіп ашылады. Бұл алған түрім тәтті түрі. Банановый блиныға нутелла қосылады. Ал мен нутелланың фанатымын. Бір шаймен отырып тәтті жегін келеді ғой. Осы банан мен нутелла қосылған блин күшті кетеді. Ал қарын тойдыруға тойымды блиныларды көрейік. Бұл сёмга балығы қосылған блины. Негізі балық пен блиныдың сочетаниясы онша емес деп ойлап едім. Бірақ маған именно осы түрі қатты ұнады. Бұл дәмі ештеңкеге ұқсамайды. Необычный зат жегіңіз келсе, осы түрін алуға кеңес беремін. Және соңғысы буррито. Ол жерде блиныдың ішіне фарш, перец оралған. Үшеуінің ішінде балық пен және тәтті блинчик фавориттарым. Осылай пакетіме сарқыт қылып салып, алып кеттім. Бұл жердің атауы Agent Blinch. Москва сауда кешеніне қарама-қарсы 5 микрорайон 19Б.